Ауыл тірлігі берекенің бастауы деп бастайын. Сәлем құрметті көрермендер, ауыл тіршілігіне қызығып, уақыттарыңызды бөліп, арнама келгендеріңізге алдымен үлкен рахмет. Бұл шынайы еңбек, таза ауа, табиғи өнім мен ауыл өмірінің айнасы. Бізде сенокос басталды. Басталды дегенде бір оншақ тұрмын басталды. Мен обед әкеліп тұрмын. Картошка етпен, сосын шай, тары, варенье, қаймақ. Жаз келісімен ауыл тіршілігі қайнаған еңбекпен басталады. Таңмен таласа оянған жолдасым тракторына мініп, кең даланы бетке алып шөпке шығады. Қалың шөпті шабу, оны престеп, жайлауға тасу оңай шаруа емес, бірақ малдың қамы үшін маңдай терін төгеді. Еңбек түбі береке демекші, ол маусымдық тірліктің маңызын жақсы түсінеді. Шөп шабылмаса, қыста мал қиналады. Сондықтан әрбір орам шөп қысқы азықтың кепілі. Ал мен болсам үй шаруасын дөңгелетіп, қыстың қамын ойлап, май жинаймын. Таң атысымен сиыр сауып, сүт пісіріп, қаймақ былғап, май шайқаймын. Бұл да бір үлкен еңбек. Сауылған сүттің иісі, қайнаған қазанның буы, шын еңбектің маңдай тердің иісі. Қыстың қақаған суығында дастарханымызда өз қолымызбен дайындаған сары май тұрса, соның өзі үлкен қуаныш, үлкен жетістік. Мал баққанға бітеді, май тапқанға жетеді дейді дана халқымыз. Біз біріміз шөппен, біріміз сүтпен айналысып, жанұя тірлігін бірге көтеріп келеміз. Бір-бірімізге тіреу, күш, қуат, сенім беру ауылдағы өмірдің басты қағидасы. Ауылдың шынайы өмірін, адал еңбекті бірге көріп, сезінгіңіз келсе, арнада бірге болайық.